кейін міне мына жерде астында жастықшалары болады. Жастықшалары міндетті түрде ортасы кішкене жырық болады. Неге? Өйткені біздің астымызда түбек бар. Түбек бұл баланың несін? Жаңағы дәретін осыған сындыру үшін арнайы қойып қояды. Соған ыңғайлап мынандай жаңағы көрпе төсейді. Көрпенің міндетті түрде жастықшалары болады. Балаға ыңғайлы жаңағы жату үшін қол аяғын байлайтын. Міне. Ең астында қыз бала болса, сұлу болсын деп тарақ және айна қояды. Ұл балалар болса, қамшы, жаңағы пышақ қоюға болады. Өйткені батыр болсын, елінің жаңағы елеулі азаматы болсын деп сондай ырыммен қойылады. Міндетті түрде үкі тағылады, қыз балаға да, ұл балаға да. Қыз бала жаңағы үкілі болсын деп үкіні бас жағына қояды. Ары қарай мына жерде шүмек негізі бұрынғы кезде бұндай жаңағы болмаған ғой, пластмасса дегендер. Соны арнайы малдың асықты жілігінен жасаған, сүйектен және ағаштан да жасала берген. Негізі көбінесе сүйектен жасаған ғой, малдың асықты жілігінен. Мына жерде мынау қыздың шүмегі, мынау ұлдың шүмегі. Арнайы өздерінде болады. Осылай. Одан кейін жаңағы мынау жөргектері баланы. Жөргектері мынамен ораймыз баланы. Аяқ қолы жылы жатсын, ары-бері сырғып кетпесін деп жөргек. Мынау негізі менің өзімнің жөргегім мынау. Шын мәнінде өзімнің қолданған екен мамам. Анам, мынау менің жөргегім. Бұл жерде сарғайып кеткен, әлімге дейін сақтап келдім. Осы. Өзімнің жөргегім. Бұған менің 4 балам да оралған жөргек. 4 баламды да осындай бесікке бөлеп, бесікте жатқызғанмын. Бесік өте ыңғайлы. Қазіргі аналар памперске қойып қойды ғой, памперс емес, жаңағы ыңғайлы, таза, жылы, 4-5 сағатқа шейін ұйықтай береді. Бекада жатқан бесікте. Әлімге шейін жатады, пердесін бүйтіп ашып қойды. Мынау аяқ жағын ораймыз. Мынау, беканыкі, беканың жүрген. Бөпемізді алып келеміз қазір. Міне балалар, бөпе, жыламайтын бөпе екен. Баланы жатқызамыз, бұл ұл бөпе екен. Ұл бөпе, сөйтіп мына шүмекті кигіземіз. Шүмекпен бала дәретін сындыра береді осы жерде. Үлкен дәретінде, кіші дәретінде. Сосын аяқ қолын, аяғынан бастаймыз бірінші, аяғын жылжып кетпес үшін. Бүйтіп байлаймыз, тартпасымен байлаймыз. Бесікке үйренген бала өте таза, ниеті ақ, кең пейілді, елдің азаматы болып өседі. Атаңның емес, адамның баласы бол дейді ғой. Сол сияқты міне осылай бөлейміз баланы. Қазір көбінесе жастарымыз бесікке қарсы болып жатады. Шын мәнінде бесік деген ең киелі нәрсе ғой. Киелі бұйым. Бұны төрге іліп қояды. Баяғыда қазақ халқымыз салт дәстүріне байланысты бесікке салып, жаңағы баланы өсірген екен. Бұл жерде құрметті ата-аналар, балалар, тәрбиешілер бесікке 40-нан кейін салады баланы. 40 суын өткізіп, бала аяқ қолын тырбаңдатып, жаңағы шомылып, әдемі болып, уже 40 күннен кейін бесікке сала беруге болады. Бесікке салып болғаннан кейін баланы құндақтап салдық. Енді үстіне жабамыз.
баланы жауып қоямыз. Сосын жабуын жапқаннан кейін, құрметтілер, міндетті түрде 7 нәрсе жапқан. Неге? Өйткені бала жылы жатсын. 7 немесе 9. 7 мен 9 ол келісім ғой. Сондықтан да сыртынан баланың киім, үлкен кісілердің тонын жапқан қыс кезінде сондай байсалды, батыр, ұлы кісі болсын деп. Жазда кішкене жұқарақ жапқан, жалпы жақсы ырымдарға теңеп баланы осылай бесікке салған. Бесікке салғаннан кейін баланы тербетіп, ұйықтатқан. Білесіздер оны, иә? Қандай өлеңмен? Енді мен ойып айтам. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жүлі шағып берейін, жылығанның байзылын, жүлі тағып берейін, әлди балапан, бектай қойшы балапан. Болды, бала ұйықтады. 4 сағаттан кейін баланы емізуге оятып аламыз. Бала оянды, әлдеміз оянды. 3 сағат, 4 сағат өтіп кетті, бала оянды балалар, иә? Жыламайтын бөпеге бар. Енді баланы бүйтіп шешеміз. Баланы бесіктен аламыз. Сұраңдар, балалар ішті ма деп сұраңдар. Ой, бала, не істеп қойыпты? Не істеп қойыпты бала? Кішкентай бала не істеп қойыпты? Бүйтіп қойыпты. Ішті ма қайда? Ішті ма қайда? Ішті сақ қойыр, Бөпемізді ала тұрайық. Бөпемізді ала тұрайық. Кәне көрейік. Әне, бала шығып қойыпты, әне, алшыда бала. Арсен! Балам бақылай Арсен барсай? Арсен! Арсен! Арсен бak.